Оқудағы мақсат жалғыз құрғақ білім үйрету емес, біліммен бірге тәрбиені қоса беру дейді Міржақып Дулатұлы. Жақсы білім, өнегелі тәрбие алған адам мамандығын дұрыс таңдап жарқын өмір сүре алады. Әр оқушының жүрегіне сенім ұялатып, арманына қанат бітіруді мақсат тұтқан Талпын жобасының Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Бәйтерек ауылындағы сапары ары қарай жалғасады. Жобаға қатысушыларға психолог пен IT мамандары дәріс өткізді. Есте болса, өткен бағдарламада ауыл тұрғындарынан диплом бойынша жұмыс істейсіз бе деп сұрадық. Мен мамандығым теміржолшы. Мен ол мамандықпен жұмыс істегенім жоқ. Оған ешқандай не уақытым болған жоқ жұмыс істеуге. Одан кейін тұрмысқа шықтым. Заңгерлік. Ал қазір заңгерлікпен еңбек етесің бе? Жоқ, атбегілікпен айналысамыз. Мен автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану деген мамандық бойынша қарапайым тілмен автомеханик. Ал әзіргі уақытта? Қазір жеке кәсіпкермін өзім. Модельер конструктор мамандығын алғанмын, бірақ қазір сатушы болып жұмыс істеп жүрмін. Өткен бағдарламада ауыл адамдарымен тілдестік, нәтижесінде көп адамның өз мамандығы бойынша жұмыс істемейтінін анықтадық. Сондықтан жасөспірім шақта дұрыс мамандық таңдау өте маңызды. Арма, ардақты ағайын, ұлттық арнада Талпын бағдарламасы. Сен мамандық таңдадың ба? Оған уақыт керек ойлану үшін. Әлі шешкен жоқпын. Әлі жоқ. Мен өскенде актриса болғым келетіні бір арманым бар. Немесе мұғалім болам деп ойлаймын. Және? Журналист болам деп ойлаймын. Инженер деген кім? Инженер деген мен бұл мамандықты толық зерттеген жоқпын, бірақ алдында сол толық зерттеу деген өзім алдыма не қойдым, мақсат арман. Заманауи мамандықтар туралы білесің бе? Жоқ. Заман өзгере ме, адам өзгере ме? Бұл адамзат алдында тұрған дилеммалық сұрақ. Заман бір орнында тұрмайтыны анық. Адам заманға бейімделеді. Заман ағымына сай, кей мамандықтың маңызы жоғарыласа, кей мамандық ерекше сұранысқа ие болады. Ал баланы қай мамандыққа бейімдеу керек? Бұл сауалға Бәйтерек ауылына арнайы келген маман жауап берді. Сендерге мамандық таңдауда көмектесетін мықты маман Ойбер Әділханұлын Бәйтерек ауылының балаларына арнайы шақырдық. Қарсы алайық. Мен Бабыр Әділханұлы, профориентологпын. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Әлемде білесіздер ғой, мыңнан астам мамандықтар бар. Мамандықтар қазір сондай жылдамдықпен ауысып жатыр, біз өзіміз біліп үлгермей жатырмыз. Сіз білесіз бе, дөңгеленген жер шарында 10 мың мамандық бар екен. Осы мамандықтардың қайсысы адамның ынта жігері, мүмкіндіктеріне сай келетінін профориентолог айқындап береді. Профориентация бағытына қалай келдің? Профориентация деген мамандық жоқ, бірақ өз басымнан өтті. Біздің үйдегілер барлығы педагог. Мен де педагогика саласында мұғалім болғым келді. Біздің үйдегілер дәрігер болғанымды қалады, бірақ дәрігерлікте мен жүрегім болмағандықтан оларға айттым. Егер қаласаңыздар 9 жыл оқиын, бірақ дипломды сіздерге ұсынам, ал менің жүрегім мұғалімдікте. Сонымен мұғалімдік саласында жұмыс істеп келе жатқаныма 2008-ден бері 3 жыл болды. Бүкіл жұмыс барысында қарасам, ата-аналар мен балдарға кеңес берумен айналысқан екенмін. Егер де статистика қарайтын болсақ, 66% жұмысшылар өз мамандығымен жұмыс жасамайды. Жұмыс істейтіндердің де 80% өз мамандығын жақсы көріп жұмыс істемейді екен. Егер адам жұмысын жақсы көрсе, жақсы көретін жұмысын қиын бола ма? Жоқ. Ал жақсы көрмейтін жұмыс ең оңай болса да, ол оңай бола ма? Жоқ. Сол себепті қандай жұмысты таңдау керек адам? Өзіне ұнаған жақсы көретін жұмысты таңдау керек. Жақсы көретін жұмысқа байланысты не болу керек адамда? Қабілеттер болу керек. Атаның Асқардың кім болғанын қалайды? Әкем электрик бол деген, анам аспазшы бол деп айтқан. Бұл мамандықты таңдауыңа кім әсер етті? Мамам. Талғатқа инженер болуды ата-анасы ұсынды ма? Иә. Таңдауыңа кім ықпал етті? Ағам. Ата-аналар өте көп. Өздерінің армандарын балаға тықпалайтын. Яғни баласы арқылы өзінің кезінде орындалмай қалған арман мақсаттарын орындағысы келеді.
21 ғасырда ата-ана түсінді ме өзінің арманын біреуге ұсынбау керек екендігін? Өкінішке орай шынында ол нәрсе бар. Бірақ жалпы ата-анаға бірінші айту керек болған нәрсе, баланың қалауы мен өзінің қалауын шекарасын білу керек. Ата-ана бала үшін деп ойлайды, бірақ негізгі өзінің орындалмай қалған арманын баланың үстінде орындағысы келеді. Бабур Әділханның шеберлік сабағы 3 күнге созылды. Сабақ барысында Бәйтерек ауылының оқушылары жаңа мамандықтар тізімімен танысып, қарым қабілетін анықтады. Сондай-ақ Бабур мырза оқушыларға арманға жетіп, мақсатты жүзеге асыру жолында дұрыс жоспар құруды үйретті. Талпын жобасына қатысушы жеткіншектер тест сұрақтарына жауап беріп, қай мамандыққа бейімі барын да білді. Мамандық таңдау мәселесінде қандай ақпараттар алдың? Көп ақпарат алдым, маған қатты ұнады. Мамандық таңдаған сияқтымын деп ойлаймын. Администратор. Басында мен дәрігер болғым келген, бірақ та Бабур ағайдың сабағынан тест тапсырған кезде менеджер шықты, мен өзім енді қазір сол мамандыққа қызығып жүрмін. Қаншама мамандық туралы айтты, соның ішінде 1-2 ұнап қалды, менеджер ұнап қалды. Түрлі мамандық иелерін үйретті, түрлі кәсіптерді көрсетті, соның қайсын таңдаған ыңғайлырақ соларды да үйретті. Мен өзім мамандық таптым деп ойлаймын. Сіздер жақта оператор, ағайлар оператор сақты болып тұр. Енді біз маман болудың жолдарын қарастырамыз. Маман болу үшін не керек екен біздерге? Нелер бар екен? Грант, квота, ақылы оқу. Білесіздер ме бұл сөздерді, естігенсіздер ме? Грант дегеніміз не? Мемлекет не береді? Сіздерге оқу мүмкіншілігін береді. Әлемде кейбір мамандықтар пайда болып жатыр, кейбір мамандықтар тарихта қалып жатыр. Тарихта қалған мамандықтарды оқытудың пайдасы бар ма? Жоқ. Керек болатын мамандықтарды оқыту керек, дұрыс па? Ал керек мамандықтарда оқытуды ынталандыру үшін не істеу керек? Адамдарды сол жаққа бағыттау керек. Егер сен 5 жылдан кейін керек болмағанды білетін болсаң, не істейсің сен? Оқымайсың. Ал сенің керектігіңнің көрсеткіші не? Ол жерде сенде жеңілдіктің болуы. Жеңілдік дегеніміз не? Бұл грант. Сен грантты ұтып аласың. Мемлекет саған не береді? Университеттерге грант береді. Көп мемлекеттерде бұл мүмкіншілік жоқ. Грант берілмейді көп мемлекеттерде. Қазақстанда алдыңғы жыл 59 мыңнан астам грант берілді. Бұл өте үлкен. Уақыттарыңды босқа өткізбесіңдер, сендер де әрқайсың грант ұтып аласыңдар. Әзіргі кезде грантты ұтып алу өте үлкен жауапкершілік. Себебі грантты ұтқаннан кейін сіздер сол мамандық бойынша 3 жыл жұмыс істеулеріңіз керексіздер. Әдетте бала өзінің болашағына байланысты сұрақты ұстазына немесе ата-анасына қояды. Осы жағдайда ата-аналар мен ұстаздарға кеңес болсын, баланы шатастырмау үшін, дұрыс жолды таңдау үшін қаншалықты қай жерлерде сақ болу керек, қандай кеңес беру керек? Ата-ана мен мұғалімге бірінші берілетін кеңес өздерінің сапасын арттыру. Сапалы ата-ана сапалы баланы тәрбиелейді, сапалы мұғалім сапалы білім береді. Бұл бірінші. Екінші нәрсе баланы бақылау, сапалы уақыт бөлу керек. Қазіргі кезде біз бір үйде болуымыз мүмкін, бірақ әркім өз виртуалды әлемінде болады, бір-бірімен қарым-қатынас өте аз. Сапалы уақыт бөлінсе, бала өзінің ішкі жан дүниесін аша бастайды, ата-анасына да, мұғаліміне де. Келесі квота дегеніміз не? Квота бұл мемлекеттің жеңілдіктері. Сен ол жерде стипендия алмайсың, бірақ мемлекет саған не береді? Оқу мүмкіншілігін береді. Егер де квотаға да түсе алмасаң, немесе грантты да ұта алмасаң, немесе кейбір мамандықтар бар, олар қатты мұқтаж емес. Мемлекет қатты мұқтаж емес мамандықтарға грант бөледі ма? Бөлмейді. Ол мамандықтарды оқығысы келген адамдар не жасайды? Ақылы оқиды. Және сонымен қатар мемлекеттік грантпен бірге университеттің өзінің гранттары мен квоталары болады. Және Қазақстанның ішкі гранттары бар, шетелдің гранттары бар. Ол мүмкіншіліктерді де қарастырып көру керек. Себебіне шетелде оқып келсеңдер, Қазақстанға жаңа білім алып келесіңдер. Ел көрген адаммен, жер көрген адаммен үйден шықпаған адам бірдей бола ма? Сол себепті не істеу керек? Ел, әлем кезу керек. Келешекте Нилуфар мамандығын таңдағанда нені ескереді? Ең алдымен осы қазіргі 5 жылдықта керек мамандық па, әлі
адамдарға қажетпе, біздің Қазақстанның экономикасы дамытуға көмектеседі ме, соны ескеретін боламын. Колледждер, институттар және университеттер. Не ол? Бұл сөздер не мағына береді? Оқу орындары. Колледж жоғары оқу орын ба? Институт жоғары оқу орын ба? Университет ше? Институт пен университет жоғары оқу орындары. А колледж орта буын. Колледжде сендер орта буынның маманы болып шығасыңдар. 9-шы сыныптан кейін колледжге түсетін болсаңдар, сендерге бір бағытта білім береді. Мысалы, электрик болуға болады. Немесе медколледж болатын болса, медицина саласында сен не ала бастайсың? Мамандандырылған білім ала бастайсың. Колледжден кейін жоғарғы оқу орнына түсуге мүмкіншілік болады. Институт дегеніміз көп мамандық бір бағытта болған оқу орны. Жоғарғы оқу орны. Мысалы, педагогикалық институт деген сөз, ол жерде мамандықтардың көпшілігі қай бағытта? Педагогикалық бағытта жұмыс жасайды. Ол жерде аяқтағандардың көпшілігі, басым көпшілігі кім болады? Мұғалім болады. Ал университет дегеніміз, ол жерде әр түрлі бағыттағы салалар бар. Барлық салада адамдар оқиды, және ол жерде өте кең мүмкіншіліктер бар. Егер де сіздер шынында елімізге үлкен үлес қосамыз десеңіздер, үлкен университеттерге түсулеріңіз керек. Қазақстанның ішінде де мүмкіншіліктер бар, және сыртында да мүмкіншілік бар. Бірақ айналып келген кезде біз қай жер үшін жұмыс жасаймыз болашақта? Еліміз үшін. Сен келешекте мамандық таңдағанда нені ескеретін болдың? Мен келешекте мамандық таңдағанда ағайлардың айтуы бойынша адам, маман, жұмыс және өмірдің бәрі бір-бірімен байланысты екенін ескеретін болдым. Мамандық таңдағанда ең бірінші өзіңе ұнауы керек, және де сол мамандық жайлы оқу керек. Мамандық таңдау үшін оған ынта болу керек. Мамандықты өзіміздің қалағанымызды шешуіміз керек, өйткені біз онымен өмір бойы айналысамыз. Бабур мырзаның сабағы 3 күнге созылды. Біз осы 3 күн аралығында балалардың бойындағы талантты, қарым-қабілетті анықтай алдық па? Біз қолымыздан келгенше дайындық жасауға тырыстық. Бірінші орында ең маңыздысы, ең қиын нәрсе баланың қабілетін анықтау. Бұл қысқа уақыттың ішінде біз максималды қандай анық нәтиже шығарамыз деген бірінші мәселе біздің алдымызда тұрды. Бұл үшін біз 70-80 жылдарда ойлап табылған, шығарылған Майлс-Брикс деген тест бар. Бұл тегін тест, барлық ата-аналар бұл нәрсені қолдана алады. Алғашқы қадам ретінде. Одан кейін барып мамандықтардың не екендігін балдарға түсіндіруіміз керек деп алдымызға шештік. Алғашқы күніміз біз сонымен байланысты болды. Екінші күніміз балаларға мамандықтардың түрлерімен таныстыруға тырыстық. Және әрбір мамандықты қысқаша түсіндіріп өттік. Балалар өздеріне түртіп отырды, қай мамандық қызық, қай мамандық жүрегі ұнайтын сияқты, соларды түртті. Түрту барысында біз оларға келесі этапта олардың ішіндегісі қайсысы оларға жақын, қабілеттеріне байланысты, қалауларына байланысты, қоғамның сұранысына байланысты және қаржылай төртеуіне байланысты мамандықтардың анық қайсысы бесеуін қалдыруға тырыстық. Балалар сол бесеуінің арасында ойлаймын алдымызда таңдау жасалса біз көмегіміз тисе өте жақсы. Соңғы күніміз бізде университеттер, колледждер, институттар, грант, квота немесе ақылы оқу, қандай программалар бар Қазақстан ішінде, Қазақстан сыртында. Грант деген бұл көпшіліктің білім деңгейі қаншалықты жоғары болады. 21-ші ғасырда бейімделу соншалықты жоғары болады. Ал бейімделу бұл мидан басталады ғой. Миы жұмсақ болған адам бұл өмірде де жұмсақтық көрсете алады. Талпын бағдарламасының басты мақсаты профориентологтың көмегімен балаларға мамандық таңдауда жәрдемдесу, бағыт көрсету. Мақсат орындалды. Ал Бәйтерек ауылына сапарымыз ары қарай жалғасады. Тәлімгерлер мен қатысушылар арасында спорттық жарыс өткізу Талпын жобасының дәстүріне айналды. Бәйтерек ауылында да дәстүрден жаңылған жоқпыз. Қымбатты көрермен, Бәйтерек ауылының жасөспірімдері мен Талпын жобасының тәлімгерлері ерекше эстафета ойнайды, сондықтан арнамыздан алыстамаңыз. Дайынбыз ба? Келдік! Қымбатты Талпынның тәлімгерлері және Бәйтерек ауылының жасөспірімдері әуелі эстафетаның ережесімен тыңдап алайық. Бірінші секіргішпен бірінші белгіге дейін барамыз. Ары қарай қаппен жалғастырамыз. Екінші белгіден айналып бірінші белгіге келіп
қапты шешеміз, одан кейін барып секіргішпен командалас келесі ойыншыға эстафетаны береміз. Кеттік пе? Түсікті ғой? Сайысты бастаймыз. Секіргіш сендерде. Дайынбыз ба? 1, 2, 3. Ерекше эстафета өте көңілді өтті. Нәтижесінде Бәйтерек ауылының жас өспірімдері жеңіске жетті. Құттықтаймыз! Әдемі? Жігіттер, жеңіс құтты болсын. Құтты болсын. Жарыс сәтті өтті. Білегінде күші, бойында қуаты бар жас жеткіншектер тәлімгерлер тобын басып озды. Жастар озып жатса, аға буын ерекше қуанады. Бір аңғарғанымыз, Бәйтерек ауылының оқушылары епті әрі спортқа бейім екен. Бой жазып жарысқан соң, атамекенге оралған жалында қазақ жасының бірі Думан Ерқанат шеберлік сабақтарын өткізеді. Монғолияда туып өскен қазақ баласы ақшқа қалай жетті? Мен магистратураға оқу білім оқып бардым. Сол жақта 9 жыл білім алдым. Қазақстанға келгеніңе аз уақыт болды. Аз уақыт арасында қазақ қоғамынан нені байқадың? Ең бірінші байқаған себебім мен өзім мамандығыма байланысты жалпы қаржы сауатының шектеулі екенін және ерте жастан басталмайтындығы. Ал қалай ойлайсың, қанша жастан бастап адам қаржылық сауатқа бейімделу керек?
Жалпы мен өзім ойлаймын, жалпы Америкада кішкентай кезден басталады негізі, бірақ та жалпы 12 жастан бастап адам балалық шағы бітеді деп есептелінеді. Сондықтан 12 жастан бастап кәдімгідей білу керек деп мен өз басым есептеймін. Енді біз Талпын тележобасымен 12 жастан бастап 15-16 жасқа дейінгі жас аралықтағы жас жеткіншектердің басын біріктіріп, әртүрлі бағытта шеберлік сабақтарын ұсынып жүрміз. Енді осы Бәйтерек ауылының балаларына қажылық сауаттан шеберлік сабақты өткізетін өзім сәттілік. Барлығы жақсы өтсін. Жақсы, рахмет. Мен Думан Ерханат, қаржы маманымын. Ең құнды инвестиция өзіңе құйған инвестиция. Бүгінгі сіздерге қозғайтын тақырып ол менің жұмысыма байланысты. Трейдер, инвестор деген кім деген сұраққа мен сіздерге кішігірім жауап бере кетейін. Трейдер деген қысқаша айтқанда саудагер. Сол компанияның жаңағы құнды қағаздарын қысқа уақытта алып сататын адамды біз не дейміз? Трейдер деп атаймыз. Инвестор деп отырған адам жалпы көп жағдайда ұзақ уақытқа инвестиция жасайтын адамдар дейді. Жаңа басталып жатқан бизнесқа тәжірибесін салу, ақшасын салу арқылы сол кішкентай бизнесті, 100 мың теңге тұратын бизнесті 1 миллион теңгеге көтеріп, сол бизнесті көтергендіктен қайтеді ол өзінің пайдасын содан алады. Осындай кісіні біз қайтеміз? Инвестор деп атаймыз. Инвестор, трейдер, жаңа осындай биржа туралы айтқанда біз басымызға көбінесе қиын нәрсе сияқты елестетеміз. Бірақ негізінде оның ар жағында жүргізіліп жатқан нәрсе не? Кәдімгі сауда. Қай уақыттан бастап осы алған біліміңді жұртпен бөлісе бастадың? Дәл қазір жобамен 2 жылдай болып қалды. 1 жыл жарым тек қана осыны дұрыс меңгеру жолында қаншама ақшалар жұмсадым. Мысалы ол жақта сапалы жаңағыдай курстар, біз Wall Street-ің S&P Capital сияқты фирмдарының әрбір курсы 5 мыңнан 20 мың доллар орталығында тұрады. Бұл салаға көп уақытымды жұмсадым және сол нәтижесін шығардым 1 жыл астам уақытта. Кез келген адам жетістікке жету үшін бір затты күрделі ойламау қажет. Күрделі ойламау деген не? Алдымен кішкентайдан бастайсыз дейміз. Мақсатымызды солай жүргізуіміз керек. Мен мектепті жақсы бітіруім қажет пәндерді. Содан кейін қайтемін. Одан кейін мен жақсы мамандыққа кіруім керек, жақсы университет оқуым керек. Одан кейін ары қарай ағылшын тілін білуім керек. Осындай нәрсе үйренуім керек. Жаңа уақытымды босқа өткізбеу, дене шынықтырумен мысалы айналысу, кітап оқу, үйрену, осының барлығы жақсы әдет. Сіздер осыны өздеріңізге қалыптастыру керек емес. Үнемі қозғалыста боламыз, үнемі еңбектенеміз. Сол кезде біздің мақсаттарымыз ақырындап орындалады. Кішкентай мақсаттармен үлкен мақсаттарға жетеміз. Думан Қазақстанда өзінің академиясын ашты. Ол академияның бағыты, бағдары қандай? Біріншіден, біз қаржылық сауатымызды ашсақ. Мен Қазақстандағы жағдайларда қарап отырғанда, көбінде біз жаңағы теріс системамен келген қаржылық сауатсыздықтан біз алданып қалатын жағдайлар бізде көп болған екен. Қазіргі жағдайға дейін. Ол айланып келгенде біздің қаржыға деген дұрыс көз қарастығымыз жоқтығынан және қаржы сауатының жеткіліксіз болғанынан пайда болып жатқан нәтижелер. Және де біз инвестиция ақшамызды өсіріп және дұрыс сақтау жолына бізде үнемі басқа да мүмкіндіктер бізде болса екен. Яғни Америкада мысалы қазір қаржыны үлкен компаниялар, компаниялардың акциясына, яғни инвестиция салу ол қазір бірінші инвестиция болып саналады. Бізде қазір жағдайда машинаға немесе жылжымайтын мүлікке саламыз көбінесе. Салуға болады, оны мен теріс деп ешқашан айта алмаймын, бірақ бізде тағы да бір не болса. Сондықтан соны біз деңгейін жоғарылатып, әрбір адам осы бағытта түсінікті болса екен, ақшаларын дұрыс инвестиция жасап үйренсе екен деген. Жастарыңызды мен жобамен біліп отырмын. Жобамен 11-12 жастан 16-17 жастың арасындасыздар, дұрыс па? Қаржы сауаты Америка бойынша 3 жастан басталады екен. Одан кейін 4 жастан 12 жасқа дейін қаржы сауаты деген болады екен. Әке-шешесі ақша береді, ол ақшаға мен өзіме кәмпит немесе жаңа тәтті нәрселер алуым мүмкін, шоколад алуым мүмкін. Немесе мен өзімнің жақсы көретін кітабымды, немесе өзіме бір білімге жұмсауым, немесе мен бір жақсы алғым келіп жүрген, мысалы велосипед бола ма, бір киім бола ма, алғым келетін менде жаңағындай мүмкіндіктер менде туа бастайды екен. 13 жастан 21 жас деген жас болады екен. Бұл жаста мен нағыз қаржымен жұмыс жасай бастаймын. Сіз 12 жастан кейін сіз бала емессіз дейміз.
Яғни сіз үлкен адамдардың араласатын нәрсесіне сіз араласып кетесіз, өмірге қадам бастыңыз деген сөз. Сондықтан біз қайтеміз, біз қаржы сауатын білуіміз қажет, біз ақшаменен қарым-қатынаста болуымыз қажет деген сөз. Ал сіз ақшаның қарым-қатынасыңыз болмаса, ол ақша сізге ешқашан тоқтамайды. Сіз білмейсіз ақшамен қалай жұмыс жасау. Дәл қазіргі жағдайда, мысалы, сізге өзіңізге бір кішкентайынан ақша салып отыратын осындай қобдиша жасап отыруыңыз керек. Бұл сізді неге үйретеді? Бірінші, ақшаны сақтауға үйретеді. Ал егер сіздер 21 жасқа дейін осыны өздеріңізге қалыптастырмасаңыздар, онда бұл сіздерге ары қарай қиын болады. Сананы тұрмыс билеген заманда әр адам жастайынан ақша санау, оны тиімді жұмсау жолдарын білу керек. Осы ретте қаржылық сауаттылықты терең меңгеру әркімге қажет ақ. Сол себепті ақшаны табу жолдарын, оны тиімді инвесторлау тәсілдерін білетін маманды Бәйтерек ауылына арнайы шақырдық. Жалпы қандай адамдар алданады осындай нәрсеге? Бизнестен хабар жоқ адамдар. Яғни білімсіздіктен адам алданады деген сөз. Яғни сіз алданбау үшін, бұл әлемде алдыға шығу үшін, мықты адам болу үшін сіз қайтуыңыз керек. Оқу керек және сіз білімді болуыңыз қажет деген сөз. Қаншама адам дүние жүзінде осындай системаларға алданады. Ойында жасап жатқан адамдар үнемі жеңеді деген сөз. Сіздің ақшаңызды біреуге береді, біреудің ақшасын сізге береді, сіздің ақшаңызды біреуге береді, біреудің ақшасын сізге береді. Осы системамен жүріп келеді да қайтеді. Жылдың соңында, айдың соңында сіз қайтесіз. Сіз минусқа кіресіз. Сондықтан біз қайтеміз дегенде, осындай құмар ойыннан үнемі аулақ болуымыз қажет. Түсіндік қой? Әлемнің ең бай адамдары құмар ойынынан бай болған жоқ. Олар еңбекпен бай болды. Еңбексіз ешқандай нәрсе неге жетпейді, нәтижеге жетпейді. Ешқашан. Бәйтерек орта мектебіндегі оқушыларға 2 күн қаржылық сауаттылық туралы шеберлік сағатын ұсындым. Олар қалай қабылдады? Менің ойымша мен оларға кіші болса да бір үміт тастадым, кіші болса да бір ойымды жеткізе алдым деп ойлаймын. Менің айтып жатқан бұл тақырыбым олардың дәл қазіргі жастағы білуге тиісті тақырыптар негізі. Мысалы, әлемнің ірі байларының, мысалы барлығымыз білетін, мысалы Elon Musk, Mark Zuckerberg, үлкен компаниялардың негізін қалаушылар осы қазіргі балалардың жасында қазіргі компаниялардың ең алғашқы қадамдарын басқан екен. Мен енді көп айтатын бір сөздерімнің бірі, жалпы адамнан адам артық емес, ол адам сізден ерте бастағанда. Біз болашаққа қазақтың жастарының, еліміздің болашағының мықты, дәл сондай әлемнің ірі компанияларын жасайтын жастарды біз тәрбиелеуіміз керек болса, осы жастағы балалардың біліміне біз инвестиция құюымыз керек. Сабақ барысында оқушылар ойындарға қатысты, ал белсенді оқушылар Думанның курстарына тегін жолдама алды. Қысқа ғана бір ойын бар. Көріп тұрғандарыңыздай карта іліп қойған. Оның елді сіздерге жасырамын. Бірінші қол көтерген кісі бар, картадан тез уақытта көрсету керек. Көрсете алмаған кісіні мен сразу отырып, келесі кісіні шығарамын. Жарай ма? Кез келген бір елді айта саламын, сіздер тауып отырасыздар. Малайзия. Окей. Сізді жеңімпаз деп енді есептейік, себебі жылдамдық та бұл жерде маңызды шығар. Сіз берді шықпеңіз, сізге кішкентай сыйлығымыз бар. Бұл енді жеткілікті қаламыңыз бар деп ойлаттым, сонда қалам керемет. Құттықтаймын. Бұл біздің Декабрь академиясының кішкентай кітапшасы. Бұл сізге естелік. Бұл мен Денвер қаласынан көтеріп келген неге жапсыратын Колорадо штаты магнит. Бірақ сіз жеңімпаз болғандықтан сізге енді біздің командадан курсымызды беріп отырмыз. Үйреніп, мықты инвестор трейдер болады деген үміттемін. Қолшылықтар қосылыңыз. Талғатта сізге де кішкентай сыйлығымды берейін деп ойлап тұрмын, енді финалға қалғандықтан. Сізге бұл естелік ретінде, жарай ма? Достар, сіздермен 2 күн бірге болғаныма қатты қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыз осымен бітіп жатыр. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Сіздермен өте жақсы бір уақыттар өткіздік. Болашақта сіздерден үлкен үміт күтемін. Сіздерді де қазақтың бір мықты азаматы, азаматшасы болып, дүние жүзінің мықты бизнестерін, дүние жүзінің мықты нелерін бағындырған бір, әлемді мойындатқан бір жастарының бірі болуына шын жүректен тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет, оқуларыңызға табыс тілеймін.
Америка асып қаржылық сауаттылық бойынша білім алып келген Думан Ерғанаттың сабағынан оқушылар инвестиция, ақша жинау туралы мағлұмат алып қоймай, шетелде білім алу жолдары туралы білді. Бөліспеген білімнің пайдасы жоқ дейді. Бұл Талпын жобасы тәлімгерлерінің негізгі ұраны. Жеріне қарап егінек, дәл осы сөз Бәйтерек ауылына арнап айтылғандай. Себебі бұл өлкенің жері құнарлы. Шағын елді мекеннің айналасында 30-ға жуық жылыжай бар. Сондықтан балалардың болашағына керек маман, ол біздің келесі тәлімгер. Ал оқушыларды қызықтыра ала ма? Оны келер шығарылымда күтіңіз.